Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Таразда кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 35 жыл толуына орай іс-шаралар легі жалғасуда. Бүгін Тараздағы мектеп ұстаздары мен Қонаев атындағы кітапхана қызметкерлерінің ұйымдастыруымен әдеби музыкалық кеш өтті. Оқушылар патриоттық әндер орындап, өлең оқыды. Өскелең ұрпақты патриотизм рухымен тәрбиелеу қазіргі аға буынның міндеті. Соның ішінде отанға деген адалдық пен мақтанышты жастарға сіңіру үлкен жұмысты талап етеді. Осы мақсатты ұстанған ұстаздар қауымы іс-шара барысында ауған соғысы ардагерлері жайында көптеген мәліметтерді айтса, оқушылар патриоттық әндер шырқады. Тарихқа көз жүгіртсек, 1979-1989 жылдарда Кеңес ауған соғысы кезінде сарбаздар мен офицерлер алыс елдегі мемлекеттің мүдделерін қорғап, өз отаны үшін шайқасты. Сол кезде сарбаздар бейбітшілік пен қауіпсіздік үшін ауыр сынақтарға, қауіп-қатерге бас тігіп, адалдық пен батылдықтың үлгісін көрсете білді. Біздің мақсатымыз мынау ветеран жауынгерлер ұйымы жастарды тәрбиелеу, жастарды жақсы жолға салу. Отан алдындағы борышын өтесе мынау келатқан жастар отанды ұмытпау керек. Әрқайсысы отанға деген өзінің үлесін қосса, біз осы тақырыпта қазір жұмыс істеп жатырмыз. Ауған жауынгерлері қатал шайқастар жүргізіп, түрлі қиындықтарды бастан кешті. Алайда олардың патриоттық адалдығы мен отанның құндылығын терең түсінуі бәріне демеу болды. Біздің міндетіміз абыройымыз екенін ұмытпау үшін осы іс-шараны жасап жатырмыз. Және осы іс-шарада көптеген патриоттарымызды көрсетіп, осы болашақтарға осындай үлгі болғымыз келіп тұр. Ауған жауынгерлерінің жасаған ерлігін жас ұрпақ ұмытпауы тиіс. Бүгінгі іс-шара соның айқын көрінісі. Гүлзат Сейдуллақызы, Қанат Бақытұлы, Айқын ақпарат.